важностьқа байланысты мен айтып кетейін, бұл 1000 рет естілген әңгімелеріңіз, но біреуге керек болмауы мүмкін. Мысалы, Зеланд айтады ғой, снижайте важность денег дейді. Яғни ақшаны қатты маңызды қылма дейді. И біз айтамыз, хорошо, мен ақшаны маңызсыз деп айтып тұрмын ғой. Ол айтады, докажи, что маңызсыз. Мен не істейін доказать етіп, қалай доказать етейін? Что ақша мен үшін дым маңызы жоқ деген нәрсені қалай доказать етейін дегенде не дейді ол? Раздайте дейді. Қараңызшы, мышление как работает. Мен мынаған ақшаны беретін болсам, допустим, мен беретін болсам, мен мына ой тұрады, өзімде жоқ қой деген кезде мен бергім келмей қалады. Өзіме жетпей тұр ғой деген бермей қалады. Ал енді маған Алладан үздіксіз келіп жатыр дегенде мен спокойно бере беремін ғой. Келетініне сенім. Зачем? Бере берейік. Келеді ғой. Ал енді келеді ғой деген сенімі жоқ адам, өзім таптым, өзім еңбектендім, өзімдікі мен бере алмаймын. Жабысып қалады. Түсінікті болып жатыр ма, түсініксіз болып жатыр ма білмеймін, но көп ақпаратты аз ғана уақыттың ішінде сіздерге жеткізуге тырысып жатырмын. Енді біз қарыз мәселесіне келейік. Қарыз, кредит деген мәселеге келейік. Ең бірінші сіздерге мынаны айтайын, иә. Достар, қараңыздар. Қарызға байланысты. Қарызда жүргендер бәріңіз білесіздер. Осы жерде қарыз отқан адамдар біледі, қол көтерсеңіздер де болады, көтермесеңіздер де болады. Бүкіл қарызы бар адамдардың бір белгісі бар. Кім табады екен, айтыңыздар. Бүкіл қарызы бар адамдардың бір белгісі бар. Айтыңыздаршы, қандай белгі ол? Не істейді қарыз адамдар? Қарыз ала беретін, кредит ала беретін адамдардың бір белгісін айтып жіберіңіздерші, кім табады екен? Вот осы качествомен жұмыс жасайтын болсаңыздар, осы качество сіздің ішіңізде сондай бір легкость пайда болады. Ішіңізде сондай бір жеңілдік пайда болады. Тура осы сипатпен жұмыс жасайтын болсаңыздар. Қуыстанып жүру дейді, ашулану дейді, жалтақтау шығар дейді. Қорқыныш дейді, өте көп ойлана беру дейді. Пайдалы болуды момындықпен шатастырса не істеуге болады? Что-то вопрос непонятен, вообще түсініп тұрған жоқпын. Паника шығар дейді, өзін толыққанды сезінбеу, ақша жетпейді деп ойлай беру. Чувство вины, қазір айтайын, хорошо. Бүкіл қарызда жүрген адамдардың мына сипаты бар, қараңыздар. Егер сіздер осы сипаттан арылатын болсаңыздар, сізде рост космический болады, сіз любой масштабқа жете алатын боласыздар, ең бірінші. Қарызда жүретін адамдардың ең бірінші признагі, ең бірінші сипаты бұл басқаларды кінәлау. Мен күйеуім жұмыс істемей жатыр, мені бәленбай оқытпады, түгенбай маған бермеді, яғни айналасын, қоғамды, біресе айтады, ана заң осындай болып кетті ғой, бұл мемлекет тоймайды содан. Яғни кінәлай беру. Адамды кінәлай беру сезімі адамды қарызға кіргізеді. Сіздің бақытсыз болғаныңызға, кедей болғаныңызға кінәлі кім деп ойлайсыз? Бітті. Сізде артқа кету басталады. Артқа кету деген ақшадан басқадан минусқа кете бересіз. Кінәлі. Мысалы, қараңыздар, менің өмірімде қазір, ладно, маған біреу қолдау көрсетпеді, мені оқытпады, айтқанды бермей қойды, анау кінәлі, мынау кінәлі. И в итоге мен айтамын, осыдан қандай ой шығарып тұрмын, мен енді қалай әрекет етіп, хорошо, ол кінәлі деп жүре бермеймін ғой мен. Мен не істеу керекпін? Мен өз әрекетімді жасау керекпін. Бірінші әрекетті қайдан бастаймыз? Басқаларды кінәлауды тоқтату. Ең бірінші біз басқаларды, ол мемлекетті, ол заңды, ол ата-ананы, ол күйеуді, ол қайын жұртты, ешкім ештеңкеге кінәлі емес. Осы состояниеға кім келеді? Бұл уже осознанный, көзі ашық көкірегі ояу дейді ғой. Көзі ашық көкірегі ояу, есейген, кішкентай бала айтады, анау ұрлады мені, анау маған тиісті, анау маған бермей қойды. Кішкентай баланың позициясы. Есейген, көзі ашық көкірегі ояу адам өзінде болып жатқан ситуацияға ешкімді кінәламайды екен. Сіздің өміріңізде кімдер кінәлі? Вот не могу кінәламайын десем де, біліп тұрмын, ол істеді ғой, сол кінәлі ғой, сол кінәлі, соның жазығы бар. Кінәлі сезіну деген сөз, наказать солардан біреуді наказать еткіміз келеді. Ол кінәлі, мен ренжітті, мен оны наказать көрсетем, мен оған көрсетем, анау істеді көрсетем. Сондықтан да біз өзімізді кінәлі қылғанда өзімізді наказывать етеміз, басқаларды кінәлі қылғанда басқаларды. Ешкімде кінәлі емес. Барлық ситуациядан сабақ аламыз да, алға қарай дұрыс қадамдарымызды жасауымыз керек. Яғни, мына қараңыздар,
махаббатқа дефицит болу, адам маған көңілі жетпей жатыр, маған внимание жетпей жатыр, маған құрмет жетпей жатыр, мысалы құрмет жетпейді деген маған орын бермей жатыр, маған сөз бермей жатыр, мені қонаққа шақырмай жатыр, менің атымды айта салмады ғой деген сияқты адамдардан требовать ету, вниманияны, махаббатты, құрметті бүйтіп требовать ете беретін адам, ала берем, ала берем, ала берем деген адам ақшаға да тура осындай ала бергісі, ала бергісі, ала бергісі. Бұндай адамдар всегда минуста жүреді екен. Мен ойлаймын, енді қаншалықты ойымды жеткізе алғанымды, жеткізе алмағанымды білмеймін, но максимально сіздерге жеткіздім деп ойлаймын. Енді қараңыздар, бизнесқа байланысты, бизнес масштабқа байланысты. Ертең байлық психологиясы сабағында сабақ болады. Коллектив ұстап отырған, командасы бар адамдардың барлығы сол сабақтарды тыңдауға, сол сабақтармен жұмыс жасауға әрекеттену керек деп ойлаймын. Мысалы үшін бізде қараңыздар, адамның, иә, қараңызшы, менің жүрегім тоқтаса, бүкіл ағзам бірақ тоқтайды. Система ғой бұл, вообще система, иә. Яғни менің бүйрегім істен шықса, бүкіл денем істен шығады. Примерно, да? Солай емес пе, иә? Мысалы, бір орган ауырып өлсе, бүкіл орган бірақ өледі, система бірақ өледі. Бизнесте да солай. Бизнесте біздің қателіктеріміз қалай? Сатушы онша емес, бірақ пекарненің күшті піседі. Жоқ. Жаңағы онша емес сатушы сіз банкротқа алып келеді. Бизнестің өлуіне алып келеді. Мысалы үшін гүлдің жапырақтары қурап атса, гүл жайқалып тұрмайды, ол система полный бәрібір өледі, бәрін бірақ татып кетеді. Сол сияқты біз бизнесте мықты команда құру, мықты систематизация жасау, осының барлығын біз қамтитын боламыз. Байлық психологиясы сабағына осы өзім мынандай шешім қабылдадым. Негізі Балқияда менің бұл ойыммен келісу керек. Қазір Балқия екеуміз бір үлкен бір уровень дейміз бе, үлкен бір деңгей дейміз бе, үлкен бір этап дейміз бе, сондай бір этаптың алдында тұрмыз қазір. Үлкен масштабқа байланысты, масштабқа шыққысы келетін адамдарды жетектеп, наставничество жасау туралы оның да ойы бар, менің де ойым бар. Балқия Балтабай екеуміздің 7000 теңгеден өткізіп отырған ең арзан, ең соңғы сабағымыз осы деп қабылдасаңыздар болады. Аллахтың разылығы үшін осы 7000 теңгелік сабақтың ішіне 7 миллион теңгеге алатын әсерді, 7 миллион теңгеге алатын терапияны, 7 миллион теңгеге алатын масштабный бүкіл инструменттерді осы сабақта аямай береміз деп ниеттеніп отырмыз. Балқия өзінің айтты, соңғы рет Дубайда оқыды. Балқияда менде саламыз осы болғаннан кейін, наставник болып жүргеннен кейін, осы миллионерлерге пайдалы болайықшы, сол шәкірттерімізге пайдалы болайықшы деп солар үшін оқимыз. Олардың барлығы, мысалы үшін менде Назым Әлидің өзінің жеке бизнесі бар. Қайша өзі қазір байырлықпен айналысып жатыр. Анифа ханым өзінің наубайханасы бар дейік. Айнұр қазір контейнерлердің тендерімен жүгіріп жүр примерно, да. Гүлдана ханым тендерда жүр примерно. Айгүл трейдингте жүр. Әр шәкіртіміз әр жақта өзінің саласын. Ясина Қарақалпақта. Енді олардың барлығына мен не істеймін отырғанда? Мен наставник болғанда не істеймін? Солардың білмеген жерлері, сен мына жерде дұрыс жасатқан жоқ. Мына жаққа барма. Отбасыңды ұстап, отбасын шашыратып, ақшаның соңына кетесің болсам, бері қара. Шамамыздың біреу тыңдайды, біреу тыңдамайды. Шамамыздың келгенше оқимыз, соларға береміз. Оқимыз, сіздерге береміз. Ешқандай оқып қалған дүниені өзіміз ғана пайдаланып, өзіміз ішіп жеп жатқан жоқпыз. Жаңағы айтқанымыз мынау ғой, сол пайда тапқың келсе, пайдалы бол. Бұл менің ең бірінші принципім. Поэтому мен тікелей эфирде отырған кезде сабақта айтылатын ақпараттар білесіздер, міне Аллах көріп тұр. Тікелей эфиріңізден ақша таптық, магазин аштық деген адамдар Құдайдың көзі тұра болсын, қаншама адам көп болып жатыр. Неге мен тікелей эфирде тегін жерде отырып ақшаға сатып алған дүниелерімізді айта береміз? Өйткені менің принципім, менің миссиям, пайда тапқым келсе мен пайдалы болу керекпін дейді. Менің бір ғана ауыз сөзім бір жылу әкелетін болса, бір адамды өсіретін болса, Құдай мені өсіріп қояды. Осы принциптамыз. Сол үшін пайда тапқым келсе пайдалы бол деген осы девизді ұстана отырып, Балқия Балтабай екеуміз байлық психологиясы сабағында қатысушыларға қолымыздан келгенше пайдалы болу үшін барлық ақпараттарды аямай айтатын боламыз, қымбатты достар. Сабақ ертең басталады, бүгінгі эфир сақталып тұрады. Байлықтың формуласы, сатудың құпиялары ертеңгі сабақта айтылатын. Масштабқа қалай шығамыз, мышлениемен қалай жұмыс жасаймыз, ютубтан қандай ақпараттарды қараймыз, қандай кітаптарды оқуымыз керек. Түгелдей тапсырма оңай болады деп айта алмаймын. Егер сіз
мысалы маған айтады бүгін, мен үйде отырған адам түк табысым жоқ, маған қатысу керек па бұл сабаққа, бизнесім түгім жоқ дейді. Егер саған үйде отыра беремін, ешқашан табыс таппаймын да тапқым да келмейді десең, конечно, бұл сабақтың саған түкке керегі жоқ. Ал енді бұл состояние ұнамайды. Елдер Дубайға барғанда қызығып қарап отырамын, бала шағама қарап жүрегім ауырады, баламның не бір велосипеді жоқ, не бір дұрыс телефоны жоқ дейтін болсаңыздар, 7000 теңге емес, жаңа ғана машина ұтып аласың қазір 10 000 теңгеден, крем алсаң, үй ұтып аласың қазір 15 000 теңгеге, жаңа вазелин алсаң десе тауып беріп жатсыздар ғой. Сондықтан әркім өзіне қарайды. Біздің халық затқа ақша қияды, білімге ақша қиғысы келмейді. Не үшін? Білім деген воздух сияқты, воздух сатып аламыз ба дейді. Қолда түк жоқ қой. Егер мен қазір айтатын болсам, 7000 теңгеден сабақ алыңыздар, 7000 теңгеге осы сабақпен бірге мынандай бальзам беріледі десем, қырылып тұрып алады. Өйткені бізде сондай бедный мышление, бірдеңе алып қалу керекпіз дегенді жақсы көреді. Одан кейін сабаққа тез алатын болсаңыздар, тегін 3 сабақ бонусқа беріледі десе тапырлап алады. Тегін деген сөзді жақсы көреді, скидка деген сөзді жақсы көреді. Сондықтан да сабақтың құны ертеңнен бастап 10 000 теңге, 7000 теңгеге сабаққа қатысыңыздар, өкінбейсіздер. Бағана айтқандай, оқу және оқу дейді, бизнес школалар Қазақстанда жоқ, мышление өзгертетін арнайы оқу орындары Қазақстанда жоқ. Өкінішке орай бізде осы инфобизнесті, осы психологияға байланысты білімнің қатты даммағандығын пайдаланып, қазір әркім шығып алып, еркекті 1 минутта қаратып алу, 3 минутта ұстап қалу, жаңағы любой брақты былай 10 секундта жеңіп кету деген сияқты дүниеді өте көп үйретіп, сондай сабақтар беріп жатқан адамдар да өте көп болып тұр. Сондықтан да мен олардан қарағанда білімдімін, оларға қарағанда көп оқыдым деп ештеңе айтпай-ақ қояйын. Просто мен айтатын едім, менің лучше нәтижелерім сөйлесін. Халық айтады, қазақ айтады, халық айтса қалт айтпайды дейді. Енді кейстарымыздың бәрін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ешкімді айтып көпіріп мына жерде продажный дүние жасамай-ақ та қояйын. Маған ол керек те емес. Кімге керек бұл сабақ өзі алады, керек емес адамға жалынудың керегі жоқ. Құдай менің пешенемізге қанша қаржы жазыпты, сол қаржымызды табамыз. Ең бастысы тапқан табысымыз адал болсын деп отырған адамдарымыз. 7000 теңгеден төлемдеріңізді жасаңыздар. Bir адамға біз қазір Мекке қаласына, кіші қажылыққа жолдама сыйлайтын боламыз. Бұны біз не үшін сыйладық? Бұны бір маркетинг ход болсын, Мекке үшін қызығып сабақты алсын деген ойымыз болған жоқ. Шындап келгенде бұны біз не үшін қойдық? Bir адамның үлкен асыл арманы орындалып, bir адамның қалауын, мен айтам Балқия, бұл Меккеге жолдама берейік деген ойды аузымызға Құдай сап тұр. Неге сап тұр? Значит, осы қатысып жатқандардың біреуінің ізгі арманы тұр ғой. Құдай біреудің арманын орындайын деп тұр қазір. Сол үшін біздің аузымызға осы дүние келіп тұр деймін. Сондықтан да Алла кімнің осының дұға тілектерін қабыл етсін. Сабақ бұйырса ертең басталады. Мынау эфирді қазір сақтап қоямын сабақ парақшасында, бұл парақшада енді біз нақты терапиялық жұмыстарды жасай алмаймыз. Өйткені мына тиктокты қосып отырмын 400 адаммен, мына жақта 3000 адам тұр. Сондықтан да мен қазір артық сөйлеп миларыңызды ашытпаймын. Қазір біз эфирге Балқия Балтабайды қосамын.